Ассалаумағалейкум ағайын, кеш жарық Атырауды төрінен қосқан төл арнаның тұрақты телекөрермендері. Бүгін Атырау телеарнасы мың айдандық айлардың сұлтаны қасиетті Қадір түніне қатысты ақпарат таратады. Бүгін айлардың сұлтаны, түндердің сұлтаны, айлардың ең қадірлісі қасиетті Қадір түні барша иісі қазақты, қаймана қазақты, иісі мұсылман дін қарындасы осынау айтулы сәтке аман жетуімен шын жүректен құттықтаймыз. Бүгін Атырау телеарнасы 1 сағат көлемінде осы Қадір түнінің қадір қасиеті турасында ақпарат тарататын болады. Мен қазір Иманғали мешітінің алдында тұрмын. Дәл қазір жамағат ақшам намазын оқып, ауыз бекіткен жұрт ауызын ашып жатыр. Барша ауыз бекіткен сәресіде сақтаған сауапты сарыла күтіп, шамға шашау шықпай жеткен жандардың тілеген дұға тілектері, ұстаған оразалары қабыл болсын дейміз. Қазір менің студияда әріптесім Нұркен Мағрайдинұлы күтіп отыр. Нұркенге сөз кезегін бергеннен кейін өзім мешіт ауласындағы тыныстықпен таныстыратын боламын. Нұркен, сөз кезегі өзіңізде. Қасиетті Рамазан айы баршамызға да құтты берекелі болсын. Осы Рамазан айында ұстап жатқан оразаларыңызды Алла тағала қабыл етсін дейміз. Біз Атырау телеарнасымен жылдағы дәстүр бойынша тікелей эфирде қасиетке толы Қадір түні атты 1 сағаттық бағдарламамызды бастаймыз. Бүгінгі біз бағдарламамызда осы қасиетті түннің қасиеті және де бұл түнді қалай өткізу керек, сол жөнінде де имам ұстаздарымыздан кеңірек мағлұмат алатын боламыз. Сондай-ақ біздің мешітімізде де осы Рамазан айының әр күнде Құран хатым оқылып, намаздарында оқылған болатын. Біз Құран хатым дұғасы жасалатын болады және де Рамазан айында осы Құранды хатым еткен қариларымызға, басқа да ардагерлерімізге арнайы сый сияпаттарды көрсететін боламыз тікелей эфир барысынан. Құрметті көрермен, бүгін біз осы қасиетті түннің қасиеті туралы, жалпы Қадір түні не себепті Қадір түні деп аталды, бұл күнді қалай өткізу керек, осы жөнде сұхбат алу үшін біздің дәл қазір менің қасымда студияда Атырау облысының бас имамы Алтынбек Ұтысханұлы ұстазымыз келіп отыр. Ассалаумағалейкум, қош келдіңіз. Уағалейкумассалам, рахмет. Қабыл болсын. Мынау енді жылдағы дәстүр бойынша өздеріңізбен тікелей эфирде осы Қадір түнінің қарсаңында халыққа, көрермендерімізге тікелей эфирде хабар таратып жатырмыз. Енді биыл Қадір түні әне-міне дегенше кеше Рамазан айы басталып жатыр еді. Қадір түніне де келіп қалдық. Жалпы бұл түн қандай түн? Бұл түннің ерекшелігі неде? Не себепті осы Қадір түнін біз Рамазан айының соңғы 10 күндігінен іздейміз? Осы жөнінде өзіңіздің ойыңызбен бөліссеңіз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулилlah, вассалату вассаламу аля расулиллах. Ассаламу алейкум рахматуллах. Баршамыздың қасиетті Рамазан айында ұстаған оразамызда, тілеген тілек дұғаларымызда, жасаған құлшылық ғибадаттарымызда, оқып жатқан тарауих намаздарымызда, хатымдарымызда, берген пікір, зәкет, садақаларымыздың баршасын Алла қабыл етсін. Алла тағала және де біздерді осы қасиетті Рамазан айына жеткізгенде және бүгінгі түн Қадір түніне жеткізгенде мыңда бір шүкір дейміз. Алла елімізге тыныштық берсін, береке бірлік ынтымағымызды арттыра берсін. Бүгін Қадір түні қандай да бір құлшылыққа ниет еткен болсақ, сол ниеттерімізді Алла тағала сауаптан жазсын. Және бүкіл амалымызды Алланың тек қана разылығы үшін жасауды нәсіп етсін дейміз. Жалпы бұл Қадір түнінің қадір қасиеті туралы қасиетті Құран кәрімде Алла тағала Қадір сүресінде өзі баяндаған. Онда былай дейді: "Аузу биллахи минаш-шайтанир ражим. Инна анзалнаху фи лейлатил қадр." Біз Қадір түні Құран кәрімді түсірдік деп айтады. "Ва ма адрака ма лейлатил қадр." Яғни Қадір түні не екенін білесің бе деп келтіреді. Енді бұл жерде біз Қадір түні түсірдік деген кезде Қадір түні Құран кәрімнің түсе бастағандығын айтып жатады. Одан қала берді, Қадір түні тағы да маңыздылығын көрсету мақсатында сұрақ ретінде бізге айтып жатыр. Қадір түнінің не екенін білесіңдер ме? Лейлатул қадр хайрун мин алфи шахр. 1000 айдан да қайырлы. Енді 1000 ай дегеніміз қазіргі есеп бойынша 83 жыл 4 айға пара-пар келетін деген жеткізіледі. Бұл түні оның аяттың жалғасында келеді. Барлық періштелер Алланың әмірімен жер бетіне түседі. Оның ішінде рух деп келеді. Рух дегеніміз Жәбірайыл періштелер болады ғой. Құран кәрімде Алла тағаладан пайғамбарға жеткізген періште. Мына осы періштелер өз жер бетіне түсетіндігін айтады. Бұлар таң атқанға дейін жер бетінде жүретіндігін жеткізуде. Сәлам хия хатта матла'л фajr. Яғни таң рауандағанға дейін
бейбітшілікте амандықта осы ел бетіне жүр. Яғни кімнің не істеп жатыр, не қойып жатыр, бұның барлығын бір алланың құзырына жеткізіп отыратындығы жеткізеді. Жалпы енді бұл қадір түн деген кезде өзі артында тұр ғой. Қадірінің түні деген мағына білдіреді қазақ тілінде де. Бұл несімен қадірлі десек, біріншіден бұл түні Құран сөзімен қадірлі болып тұр. Екіншісі адам баласының бір түні отырады да бір құлшылық, бір жақсылық жасайды. 83 жыл 4 аймен пара-пар құлшылық жасағандай, жақсылық жасағандай болып, жаңа амал дәптеріне салып жазылатындығы жеткізіліп отыр. Мысалы, бір адамға бір күлімсіреп қараудың өзі садақа дейді. Сен күлімсіреп қарап қалдың, ассалаумағалейкум деп сәлем беріп, аманда есеңді сұрап, 83 жыл 4 ай бойы күлімсіреп бір садақа салып. Мінекей осы уақытта енді бұл діндар жетісті деген қандай шықты. Оны кейбір Құран сүресінің бәрібір сөзін білетін болса, содан күйе деген енді Рамазан айы ерекше өзгеріп біз мысалы ұзақ естіп келген Рамазан
енді Рамазан айы алға жылжи береді 10 күн бойы. Биылғы Рамазан айы осы күнінде бір жайма шуақ, сондай бір салқын, қоңыр салқын кезеңіне тап кетті десе де болады. Әрі ыңғайлы болып жатыр. Сонымен қатар мешіттерімізде де тарауық намаздар оқылып, Құран хатымы салып, басқа да қайырымды қайырлы игі істер көптеп жасалып жатқанын көріп естіп жатырмыз. Жалпы биылғы Рамазан айы қалай өтті, несімен ерекше, қандай жұмыстар атқарылды, сол жөнінде айтып кетсеңіз. Биылғы Рамазан айы біздерде жылдағыдай өте жақсы өтіп жатыр деп айтуға әбден болады. Біздерде енді жыл сайын кигізу тігетін едік мешіттің жанында, себебі халық соған үйренген еді ауызашар беруге. Биылғы жылы мына 10 күн кішкене суыққа қарай келуіне байланысты мешіттердің ішінде ауызашар беруге тура келді. Бірақ Аллаға шүкір, күнделікті жомарт жандардың атсалысуымен бір иманғали орталық мешіттің өзінде 250-300-ге жуық адам ауыз ашып келе жатыр. Енді бүгінгі қадір түні 500 адамға дейін ауыз ашар беріп жатырмыз. Таңертең сәресінде 500 адамға ауыз ашар берсек деп жатырмыз. Одан бөлек те қаншама балаларға кәмпит-тәттілер таратып жатырмыз. Қарттар үйіне ауыз ашар бердік, мына жетімдер үйіне ауыз ашар бердік. Және үлкендеріміздің ортасында әртүрлі осы Рамазанға байланысты әйел адамдар ортасында сайыстар өткізіп, Рамазанды насихаттаумен өтіп жатқандығын айтқымыз келеді. Және де көптеген әлеуметтік желілерде әртүрлі сұхбаттар осы Рамазанға байланысты өтіп жатқандығын айтқымыз келеді. Жалпы шама келгенше Рамазан айын қолдан келгенше Алла разы болатын, халықтың көңілінен шығатын дүниелермен өткізіп келе жатырмыз. Әсіресе мына балаларға кәмпит-тәттілер, осы Рамазан айының тәттілері деп ұсынып жатырмыз. Ол өте керекті дүние, өйткені біздердің бұл мейрамымызды әрбір еңбектеген баладан бастап еңкейген қарияға дейін сезіну керек. Ол сезіну үшін оған сый-сияпаттар беру керек, сонда келесі Рамазанды күтіп жүретін болады. Міне осындай бір шараларды өткізумен бұл Рамазанды өткізіп жатқандығымызды айтқымыз келеді. Биылғы жылы ерекше Атырау облысына мемлекет игі шаралар өткізетінін білеміз, жоспарланып жатқанын да білеміз. Енді биыл осы мешіттерімізде қарилар жаңағы Құран хатым жасады. Бұрын енді біз мына тарауық намазына тұратын қариларымыз өзге өңірлерден келетін еді. Биыл өзіміздің өңірімізде де дайын кадрлар дайындалғанын көріп естіп жатырмыз. Осы жөнінде бір қысқа ақпарат беріп кетсеңіз. Біздерде Атырау қаласында Астанаға шыққан жерде бір
қайырлы істе жасаған жеткізгіміз келеді. Өте жақсы, алла разы болсын. Енді көпшілік қоғамдық пікірі бар. Қызметтегі мектепте жаңағы қосылдықпен беретін жаңағы намаз беретін күнімізді беретін өңдер болған деген сияқты біз көріп отырмыз. Жалпы мектептің рухани орта екен қоғамдағы қоғамда өте маңызды байланысып жатқан көпшілік ескертіп алла разы болсын. Баршамызға енді мына біздің сұхбатымыздың соңында біздің көрермендерге ел жұртына тікелей эфирде тамашалап отырған біздің өңір тұрғындарына мынау қазір елімізде табиғи апаттан орын алып көптеген жалпы тұрғындар халық баспанасыз қалып жатыр. Осыған бір өзіміздің тілегімізді батаңызды бір қолаңызды білдірсеңіз. ең әуелі осы рамазандағы баршамыздың ұстаз оразамыз қабыл етсін, жастарымыз қабыл етсін. Бүгінгі қадір күніне қандай тілектерге болса соның баршасы Алла қабыл етсін. Бүгінгі түн қасиетті күн жұма күнге келіп отыр. Сондықтан баршамыз осы елдің амандығын сұрайық, халықтың бірлігін сұрайық. Мынау қазір толпаныс сол аяғы астынан осында келіп жатыр. Осы кезде бірлік ынтымағымызды көрсетіп, сол жапа шеккен отбасыларына көмек қолымызды созайық дегіміз келеді. Және де күшімізді бірлік келеді. Бірлік бар, тірлік бар. Бұл да өте бізде кетеміз. Өйткені кез келген ауыртпашылық жолында бір жеңілдік бар екенін Алла тағала айтқан. Сондықтан бұл да өтеді, бірақ өткенше біздер артап ертап, біреуді жамандап, ғайбаттап, біреудің кемшілігін айтқан ешбір отырмаймыз. Шама келгенше қолдау көрсетіп, бірге осындай қиыншылықтан өтейік дегіміз келеді. Алла тағала елімізге амандық берсін. Тағы да осы толқыныстардың алдын алып, мамыражай екенге жеткенімізді нәсіп етсін. Амин, көп рахмет сізге. Тілегіңізге пікір білдіріп жатқаныңызға Алла тағала осы 30 күн бойы ұстап жатқан оразаларымызды баршасын қабыл етсін дейміз. Тілекті баламыз жаңа жоғарыда өзіңіз айтып кеттіңіз. Бүгін қадір түні, қадір түнінде көптеген адамдар енді мешітке ағылатын, сөзсіз өзінің жанына бір рухани демеу іздейтін осы мешітке келіп тыныштық табатынын білеміз. Бүгінгі қадір түнінде барша тілеген тілек дұғалар, барша ниеттеріміз қабыл болсын деген тілегіміз бар. Сіздердің де осы дін жолында ел үшін, халық үшін жасап жатқан істеріңіз тек берекелі болсын. Алдағы жоспарларыңыз сәтімен жүзеге ассын. Осы қасиетті Рамазанның айын ойдағыдай аяқтап, айт намазына келесі Рамазанға жетуімізді нәсіп етсін дейміз. Көп рахмет. Қымбатты көрермен, біз тікелей эфирде қасиетке толы қадір түні атты бағдарламамызды жалғастырудамыз. Атырау телеарнасының тікелей эфиріндеміз. 1 сағат көлемінде біз осы қасиетті қадір түнінің маңыздылығы, қасиетті Рамазан айының қасиетті, сондай-ақ оразаның өзіндік әдеттері туралы да сөз қозғайтын боламыз. Құрметті телекөрермен, осыған дейін айта кеткіміз келіп отыр. Біз Атырау телеарнасымен бірлесіп Рамазанның әр күнінде осы Рамазан руханият айы бағдарламасын эфирге шығарған болатынбыз. Жалпы бұл Рамазан руханият айы бағдарламасында көрерменнен жеткен көптеген сұрақтарға, сауалдарға өңіріміздегі дін қызметкерлері, имамдар, ұстаздар жауап беріп келе жатқанын айта кеткіміз келеді. Біздің бағдарламамыз жалпы бүгін қасиетті қадір түнінде тікелей эфирде өткенімен осы Рамазан айының соңына дейін, яғни 30-шы соңғы күнге дейін Рамазан руханият айын жүргізетін боламыз. Және де алдағы айт мейрамына дайындық, жалпы айт мейрамының өзіндік шариғаттағы орны туралы, айт мейрамының өткізу тәртібі туралы да біз бағдарламамызда алдағы уақытта кеңірек талқылайтын боламыз. Енді кезекте мен сыртта әріптесім Әлиханға сөз кезегін ұсынамын. Әлихан, сөз кезегі өзіңде. Рахмет әріптес. Жаңа ғана жер бетінде тірі жүргеніміз үшін, ісімен амандықты білгеніміз үшін Аллаға шүкір етіп отырмын.
өзім айтқандай осы өзбекстан оразаның бүгін 25-ші күні өтіп жатыр ғой. Күн сайын шара өткізіп десем өтірік емеспін. Әртүрлі шаралар өтіп жатыр. Мешіт жанынан құрылған ақсақалдар мен әжелер мектебі бар. Солардың әр мектепте осы мына Иманғали біз Иманғали мешітінің орталық мешітіндеміз ғой. Әр мешіттердің бәрінде шара өткізілді осы кезде. Ең бірінші бүгін ішінде шаруаның маңыздысы неке және отбасы тақырыбында жаңадан үйленген мешітте неке қидырған жас семьяларға, жанұяларға арнап уағыз айттық. Кешкі ауызашарда жақсы тыңдады. Жастардың үйлену оңайда, үй болу қиын екенін, үйлену үшін тек қана сүйіспеншілік керек екенін екі адамның, ал үй болу үшін бір-біріне құрмет, сыйластық, төзім және кешірім керек екенін айтып түсіндірдік. Жастар риза болып ықыласпен тыңдады. Онан кейін мынау Рамазан айында жалпы мына өте нашар қылықтар, ішімдік, жаңа темекі, анаша, сол сияқты құмар ойындар туралы кәдімгі жүріп отырып айтып отырдық. Және уағыздардың бәрінде мешіттің бас имамы Алтынбек Тұсқанұлы, онан кейін Арман деген азаматымыз, наиб имамымыз Мұрат, бәрі де осы өз үлестерін қосып жақсы уағыздарын күнде айтып отырды. Біз де риза болдық, ақсақалдар, өйткені жақсылықтың басына жақсы келер қасына дейді. Жақсылық тарататын ай болғаннан кейін бұлай да шамамыз келгенше жақсылық жасауға тырыстық, сауап істер істеуге тырыстық. Және соны жастарымыз менің ойымша дұрыс қабылдап, сол түсініп жатыр ғой деп ойлаймын. Енді Рамазан айы дейтін ең жақсы, ең барлық жақсы қасиеттерді білдіретін ай, Алланың алдында сауапқа бататын ай. Сондықтан бүгін және Қыдыр түні болып отыр, басталады қазір тарауых намазынан кейін. Сондықтан мың айдан артық деп атады. Қалай болғанда мына жақсы сауап істер жасауға мешіттің қызметкерлер, жамағаттар атсалысып жатыр. Мына соңғы болып жатқан су тасқыны, өрт пен су тілсіз жау дейді, сол су тасқынына байланысты да мына қолдан келген көмектер жасап, жастар жаңағы қол күштерімен жаңағы қаржылар жиналып, жаңағы көмектер жасалып жатыр. Ол біздің мешіттің жұмысының қай уақытта да сол өзінің күнбе-күнгі өз жоспарындағы бар жұмыстар деп есептеймін. Ал мынау Рамазан айында ол жұмыс бірнеше есе өсіп, жақсы өзінің деңгейіне көтеріліп отыр. Соған біз имандылықтың артып отқанына, соған жастарымыздың тартылып отқанына, жаман қасиеттерден өздерінің бойларын аулақ салып отырғанына және айта бергеннен кейін ол құлаққа жетеді. Сондықтан ақпа құлақ болмаса жаңа қима құлаққа жетіп жатыр деп ойлаймыз. Соған біз өзіміз де риза болып жатырмыз. Өйткені тыңдалмаған сөз жетім, соқыр болса көз жетім дейді. Тыңдаушы жоқ дана жетім, ата-ана сөйлесе бала жетім, қағазсыз қалам жетім, ақылсыз адам жетім дейді. Осы жетімдер болмас үшін біздің сөзіміздің дөп тиіп жатқан. Оның алдында Жарапазан да өткіздік. Жарапазан да бірінші рет осы өтіп жатқан шара сияқты. Сол онда да ұйымшылдықпен қатысып, онда бір түсіністікпен қабылдады халқымыз. Енді бұл мынау Машир дейтін атамыздың сөзі бар. Былай дейді ғой, кім десең бұл өмірде ең бақытты дейді. Сұрақ қояды да жауап береді. Кім десең бұл өмірде ең бақытты, азан мен таң атырған ел бақытты дейді. Еріне бойұсынған әйелменен Аллаға бойұсынған ер бақытты. Анадан алыс алған қыз бақытты, атадан бата алған ұл бақытты. Рамазан келгенде ораза ұстап, құрмамен ауыз ашқан құл бақытты. Осы елдің халқына бәріңізге нәсіп етсін, сол бақытты деп айтқым келеді. Жалпы біз Рамазанды өте жиі, мен жасым 67-де. Ораза ұстап намаз оқығаныма 17 жыл болды. Өзім отставкада офицермін, заңгермін, бірақ сол 50 жастан бастап келатырмын, ұстап келатырмын. Өте жеңіл ұсталды. Оған өзіміздің мешітіміздің бас имам бастаған имамдарында үлесі зор. Оны айта кетуіміз керек. Пікіріңізге рахмет. Жасап жатқан игі істеріңізге Тәңір Тағала жеңілдігін берсін. Бүгінгі қасиетті Қадір түні сізбен бірге қабыл болсын. Қадірлі телекөрермен, мен әрмен қарай кезекті студиядағы әріптесім Нұркен Мағридинұлына беремін. Нұркен, сөз тізгіні өзіңізде. Рахмет Алихан, қымбатты көрермен, біз студиядан тікелей қосылымға қосылдық. Қасиетке толы Қадір түні атты арнайы шығарылым Атырау телеарнасының тікелей эфирінде өтіп жатқан тағы да бір мәрте естеріңізге сала кетейін. Бүгін қасиетті Қадір түні, бұл күнгі тілеген тілектеріңіз қабыл болсын дейміз. Жаңа ғана Атырау облысының бас имамы Алтынбек Тұсқанұлы сосын біздің студиямызда осы Иманғали орталық мешітінің имамы Мұстафа Мұратжамалдин ұстазымыз келіп отыр. Ассалаумағалейкум. Өскелдің оразаларыңыз қабыл болсын. Әмин, қабыл болсын. Қалай өтіп жатыр Рамазан? Енді бұл Рамазан айы өте ерекше. Бұл Рамазан айы симптомалар өте сағынатты, қимастықпен ұсталатын айды да біз де қарап отырсақ,
кеше ғана міне сағанақ құрметті рамазанымыз біз сыйластықпен жасалып еттік. Міне әзірліктен деймізше бүгін 3-4 күн қалып тұрдық бітуіне. Бұл енді қайталанбас өте сауапты мол ай болғандықтан бұл айды біз әрине қимастықпен шығарып қаламыз. Енді бүгін қадір түні деп жатырмыз. Жалпы біз білеміз енді қадір түні Рамазан айының соңғы 10 күндіктерінде тақ күндермен деп айтылып жатады. Осы қадір түнінің нақты белгілері бар ма? Қандай да бір осы күні қадір түні болуы мүмкін деген сияқты. Енді қадір түні негізі Рамазанның соңғы 10 күнін іздеңдер дейді қадір түні. Тақ күндердің ішінен. Енді пайғамбарымыз айтады, мен негізінде осы қадір түнінің қай уақытта, қай сағатта білетін едім дейді. Қай уақытта екенін. Бірақ мен Алла тарапынан ұмыттырып едім. Не үшін? Өйткені себебі, егер пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам осы қадір түнінің қай күні, қай уақытта екенін айтатын болса, мұсылмандар бір жалқаулыққа түсіп кеткен болар еді. Неге себебі? Бұл 1000 айдан да хайырлы болған уақытты менде бір болады, осы күнде дұға қылам дағыны, көптеген сауапты жинап алам дейді дағыны, қалған айларда
болайын. Жалпы қасиетті Рамазан айының қарсаңында өңірімізде де көптеген игі іштер, қайырымды істер жасалған болатын. Жалпы мешіттің жанында құрылған арнайы ақсақалдар кеңесі, әжелер мектебі, осы ұлттық құндылықтарымызды жастар тәрбиесіне арналған көптеген игі шараларды бірлесіп жүріп осы дін мамандарымен атқарды. Жаңа сіздер өздеріңіз де көрген болатынсыздар, осы ақсақалдар кеңесінің мүшелері біздің тікелей эфирімізге де қосылып, осы салт дәстүріміз бен ұлттық құндылықтарымызды ұштастырған игі шаралар туралы да ақпарат берген болатын. Енді дәл қазір дәл сондай кезекті сыртта әріптесім Алиханға бергім келіп отыр. Иә, рахмет Нұркен. Қашанда қазақ халқы дәстүрмен дінді ұштастырып, сүннетті салтына хадисті рухына айналдырған қазақ халқымыз үшін бүгінгі қадір тұтынып, қадір қасиетті ерекше осылардың менің жанымда ақсақалдар кеңесінің мүшесі Мұстафа Темірұлы тұр. Мұстафа, бүгінгі қасиетті қадір түнді сіздеріңізге табыл болсын. Енді осынау сәттің замаған үшін, салық үшін, тәрбиелік мақсаты жөнінде айтып өтсеңіз. Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі. Бүгінгі Рамазан айының қадір түніне жеттік. Алла тағала осы Рамазанды тілеушіліктеріңізді қабыл етсін. Қадір түнінің қасиеті өте керемет. Бұл күні көптен періштелер түседі екен. Алланың бұйрығымен осы түнде тілеген тілектер Алла қабыл етеді екен. Еліміз аман, халқымыз тыныш болсын. Осы қасиетті түнде мешітке келіп, тілек сұрап, садақа беріп, Алла тағала берген құтты садақаларыңызды қабыл етсін. Алла шағалан аман болсын. Өте тәрбиелі, мағыналы. Осы қасиетті Рамазан адам тәрбиелетін ай. Біздер тек аузымызда қол жаппай, және мына ғайбаттан тыюымыз керек. Көзіміздің неден тыюымыз керек. Жаман әдеттен тыюымыз керек. Барынша адамдарға жақсылық жасап, Алланың ризалығына алып қалуға тырысуымыз керек. Ата-анасы барлар ата-ананың ризалығына алып, жақсы азамат болып өссін. Мына елде елімізге келіп жатқан топар жолды Алла тағала беріп қайтарсын деп дұға жасайық. Бәріміз дұғада болайық. Алла мейірімді, кешірімді ғой. Берген садақамызды Алла қабыл етсін. Білмей істеген Алламыз кешірсін. Жастар аман болсын. Басты байлық, денсаулық. Әл-Фараби бабамыз айтқан, адамға бірінші білімді тәрбие керек деп, тәрбиелі болсын, білімді болсын. Қазақ елі дами берсін. Рамазан арамызға жетуін нәсіп етсін. Мына енді Алла тағала ниетіміз күткен сайын сенің жағдайың жақсартай бермек дейді. Біреуге жақсылық тілесең, сен күтпеген жерден жақсылығын береді. Адамдарды бақытты етуші өмір сүрсең, Алла тағала сені бақытты ететін жандармен жолықтырады. Сондықтан алу емес, беру жолы бізде. Өйткені сен берген сайын ешбір сұрамай-ақ алу мүмкіндігіне ие боласың. Міне осы өсиетті біз есімізде мәңгі сақтап жүрсек, Аллахтың қалауының бетінде де айналайын бақытты боламыз. Бақытты болыңыздар. Бақытты болыңыздар. Тәрбиелі болыңыздар, мейірімді болыңыздар, жақсы болыңыздар. Халыққа еңбек етіңіздер. Одан сүйгіш азамат болыңыздар. Тәрбиелі болыңыздар. Есімді өңдіңдер. Әрқадам ислам жолында жүріңдер. Алланы танып біліңдер. Мысалы, бақыт деген не өзі дейді ғой? Бақыт деген аман есен жүргенің дейді. Бақыт деген еш уайымсыз күлгенің. Бақыт деген аурусыз өткен түндерің. Бақыт деген өз қолыңмен ас ішкенің. Бақыт деген өз аяғыңмен жүргенің. Бақыт деген бұл әлемді көргенің. Бақыт деген махаббатты сезгенің. Бақыт деген қиындыққа төзгенің. Бақыт деген Алланы танып білгенің дейді. Алла танып білейік. Рахмет Мұстафа, жалпы енді осы қастерлі күнде мешітке келетіндерге жалпы осы күнде балаларға, жастарға айтар өсиетіміз болса. Енді жастарға айтқан өсиетім енді мешітке келіңіздер, бұл тәрбиелі жер. Енді жастар жақсы қазір. Мына көп молдалардан білім алыңыздар, ақсақалдардан білім алыңыздар, өмірді көрген аталардан өмірдің білім алыңыздар, үйреніңіздер. Мына енді ақыл айтатын ақсақалдарымыз көп болсын. Мына тәрбиелі мәні бар, мешіт деген жақсы ғой енді. Жақсы мешіт. Мына керемет. Біздің дініміз қайтып келді. Аллаға риза болайық. Бәрі қазір мүмкіндіктің бәрін беріп жатыр Алла тағала. Шүкір етейік. Шүкір етейік. Бәрін Алла тағала шүкір етіңдер. Арттырамын дейді. Күпілік еткендер, күнәға батасыңдар деп. Шүкір етіп, барымызға риза болайық. Алла риза болсын. Рамазанға жетуін нәсіп етсін. Еліміз аман, халқымыз тыныш болсын. Әрбір істеткен істеріміздің соңын қайырлы етіп, Алла тағала діннің жаманынан ақиреттен азан сақтасын. Отбасыдан күнәға апаттан сақтасын. Я Алла, білмей істеген адамды кешірмесін. Я Алла, Рамазанға жетуін Алла нәсіп етсін. Әмин Мұстафаға айтқаныңызды жаратушымыз қабыл етсін. Пікіріңізге рахмет.
Рахмет Алихан. Құрметті телекөрермен, Атырау телеарнасындағы қасиетке толы Қадір түні атты тікелей эфирдегі шығарылым одан әрмен жалғасуда. Мен дәл қазір Атырау облыстық Иманғали орталық мешітінде тұрмын. Дәл қазір құптан намазына жиналып жатқан халықтың қарасы қалың. Биыл 30 күн бойы Рамазан айында қариларымыз Құранды хатым еткен болатын. Бүгін 27-ші күн, яғни Қадір түніне қарсылап, осы Құран хатымды аяқтап, тарауых намазынан кейін Құран хатымда оқылатын болады. Сондай-ақ биыл Рамазан айында осы Құранды толық бастан аяқ хатым еткен қариларымызға арнайы сый сияпаттар көрсетілетін болады. Сондай-ақ Рамазан айының қарсаңында да көптеген игі шаралар, қайырлы істер, қоғамға пайдалы істер атқарылған болатын. Соның бірсыпырасы ретінде басы қасында жүрген осы мешіт жанында Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының жанындағы ақсақалдар кеңесі, сондай-ақ әжелер мектебі бар. Осы үлкендеріміз бірігіп, дін мамандарымен бірлесіп көптеген игі шараларды атқарған болатын. Осыны қорытындылайтын боламыз дәл қазір. Құрметті көрермен, Атырау облысының бас имамы Алтынбек Ұтысқанұлы да ортамызға келді. Бүгін міне Қадір түнінің қарсаңында бас имамның қысқаша насихатын тыңдайтын боласыздар. Содан соң жаңа жоғарыда атап өткен марапаттарға кезек беретін боламыз. Содан кейін міне Атырау телеарнасының қасиетке толы Қадір түні атты 1 сағаттық шығарылымын қорытындылайтын боламыз. Құрметті көрермен, арнадан алыстамаңыздар. Дәл қазір Атырау облысының бас имамы Алтынбек Ұтысқанұлы осы Қадір түніне жиналған жұртты қасиетті түнмен құттықтайтын болады. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Құрметті жамағат, баршамыздың қасиетті Рамазан айында ұстаған оразамызда, әрбір жасаған құлшылық ғибадаттарымызда, жасап жатқан қайырлы істерімізді, оқыған тарауых намаздарымызда, түсіріп жатқан хатым құрандарымыздың баршасын Алла қабыл етсін. Және де Рамазан айында Алланың разылығын қалап, қандай да бір құлшылық жасаған болсақ, Алла тағала еселеп сауаптан жазсын. Бүгінгі Қадір түніне жеткізген Аллаға мың-да бір шүкір дейміз. Осы Қадір түнінің қадір қасиетін ұғынып, осы түні әрбір жан шама келгенше тілек дұғамен, құлшылық ғибадатпен, жақсы қайырымды амалдармен өткізетіні белгілі. Қандай да бір ниетпен осы мешітке келіп жатсаңыздар, сол ниеттеріңізді Алла тағала қабыл етіп, сауаптан жазсын дегіміз келеді. Мынау қазақ еліне Алла тағала тыныштық берсін. Береке-бірлігімізді, ынтымағымызды Алла тағала арттыра. Және де осындай қасиетті Рамазан айында, бүгінгі қасиетті жұма күні, дұға тілек қабыл болатын күн, дұға тілек қабыл қылмай, және дұға тілегіміз қабыл болатын Қадір түні, мына елімізде болып жатқан кейбір сұрақтарға сүрінбей өтуімізді нәсілетіндеріміз келеді. Алла тағала осы топасулардың алдына жаңа шегіп жатқан отбасыларға жәрдем берсін дегіміз келеді. Әрине бұл топасудың аяғасынан, қосынан
Osmonda sınavda kişiye zemzemizin olup sizlere tavsiye ederiz. Sabah abi sizlerle bile gibi aklımızda yüreği yani bana geliyoruz geliyoruz. Bu şirket çevreleri siz kalın. Hafta yetki var. Sizin sonunda göre inşallah tartışacağız. Tabii ki ben. Yani ben şirket istiyorum ama bu ne ki size de hafta da şimdi bakalım. Daha da normal hasta görürsen ha, geliniz var mısın? Keseniz gelin. Tamam. Aldın mı? Bir qarayt. Bir qarayt. Bir qarayt turыңыздар, bir qarayt. Yok,
Ал енді Алла тағала ұзақ ғұмыр берсін дейміз. Рамазаннан Рамазанға аман есен жете берулерін нәсіп етсін. Мынау мешітіміздің сәнін келтіріп, алғашқы сапта отыра беруді нәсіп етсін. Тілекіміз тағы да бір істер бар еді. Енді құрметті жамағат, білесіздер, бүгін соңғы тарау, соңғы жүзді оқылады. Мынау Аллаға мыңда бір шүкір, қариларымыз ешбір жаңылмастан осы тарауых намазда хатымды түсірді. Бүгін соңғы хатымды түсірейін деп отыр. Сондықтан сіздердің аттарыңыздан осы қариларымыздай қарилар көбейсін деген ниетпен оларға заманауи шапан жауып айтып отырмыз. Ал бисмиллахи, я Аллаху акбар деп мына құрметті жамағат, мына жерде Алпамыс деген 16 жасар, иншалла биылғы жылы қари болады. Мына 10 параға соңғы шығардық, көрдіңіздер. Өте жақсы оқыды. Қирағатында керемет. Өзі Атырау қаласында бұл сайда туған бауырымыз. Сондықтан мінекей Атыраудан да осындай тұңғыш рет қарилар шығарайық деп отырмыз. Осы Алпамыс секілді биыл 10 қари шығарайық деп отырды иншалла. Сондықтан Алла тағала осындай қарилардың көп болсын деп, ерке болған ұстаздық етеді мынау. Бисмилlah. Ерке болған ұстаздық екенін баяндап. Ерке болған қариларымыз Алла керемет жаратты. Ал енді міне Алпамыс бауырымызға мынандай керемет ұзындау шапан береміз. Өздікті ол ұзындау. Алла қышуат берсін сіздерге. Қодыра беріңіздер. Бүкіл оқыған тұрғандарыңызбен баршамызды нұрландырсын. Енді үшінші, мына сіздердің алдарыңызда мына жомарт жандарымыз Аллаға шүкір баршылық. Мына қазір топан су алып жатыр, кейбір үйлер кетіп жатыр. Иншалла бас аман болса бәрімізге келеді. Үмітсіз шайтан дейді. Біз еліміз, халқымыз, қазақ халқы бірлік ынтымақ жарасқан халқымыз. Жомарт халқымыз. Ондай мынандай небір қиындық сәттерден бір-біріміздің арқасында шығып жатқанымызды білеміз. Сондықтан әлеуметтік жағдайы төмен, осы жерде 6 баласы бар, осы мешіттердің аясында көмектесіп жүрген бір отбасына осы атыраулық бір жомарт Ибрахим деген ағамыз өзі көрінгісі келмейді, рия болып кетеді деп қашып жүретін бауырымыз бір пәтер беріп жатыр Рамазан айында. Мына қуанышты орнымыз 6 баласы бар екен. Міне сіздердің алдарыңызда бұл қуанышты орнымызды шығарып отырған себебіміз осындай отбасылар әлі де баршылық қой, білесіздер. Ал енді жомарт жандар да баршылық, байлар да баршылық. Сол байларымызды мына жүрегіне кішкене болсын мейірімді қояды. Жомарт деген қасиетіне күшейіп, тағы осындай баспанасы жоқ отбасыларға баспана берсін деген ниетпен көрсетіп шығарып отырмыз. Сондықтан Алла тағала осындай байларымыз көп болсын, осындай отбасылар баспаналы бола берсін. Мынау Қазақстан мұсылмандар діни басқарманың 700 пәтерге деген үлкен жобасы бар. 723 баспананы осы қуаныш бауырымызға беріп жатыр. Құтты болсын. Мына пәтер деген, мына осы керемет құрметті көрермен, жаңағы өздеріңіз көрген қарсаңында осы Рамазан айының қарсаңында жоғарыда айтып кеткен болатынбыз. Осы Рамазан айының әр күнде қасиетті Құран кәрімді хатым етіп, басынан аяғына дейін түгел оқып, ертең
бүгін кешке Құран хатым дұға жасалатын болатын. Менің жанымда тұрған осы Рамазан айы бойы Құранды толық оқып шыққан осы Иманғали орталық мешітінің ұстазы Еркебұлан Қари Сержанұлы ұстаз тұр. Мен бүгін осы қасиетті түннің қарсаңында осы Қаридің өзінің осы Құран жаттау жолы, жалпы осы Құран жаттаудың өзіндік қиындықтары туралы сұрағым келіп отыр. Ассалаумағалейкум. Ораза қабыл болсын. Қареке, енді мына Рамазан айының әр күнінде Құранды хатым еттіңіздер, тарауых намазының қарсаңында. Жалпы осы Құран жаттаудың өзінің қиындықтары қандай болды? Қанша уақыт дайындалдыңыздар? Жалпы енді көпшіліктің алдына шығу да оңай емес. Қандай қасиеттер керек осы Құран жаттау үшін? Сол туралы пікіріңізді білдірсеңіз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассалаумағалейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Алланың қалауымен 30 күн бойы тарауықта хатым Құранды түсіріп шықтық. Бүгін соңғы параны оқимыз, және де хатым Құран дұғасын оқимыз. Алла қаласа дұғасын Алтынбек Тұсқанұлы Атырау облысының өкіл имамы батасын беретін болады, Алла қаласа. 30 күн бойы тарауых дайындалған кездерде жалпы қатты бір қиындықтар болған жоқ, өйткені жастайымыздан осы Құранды меңгергендіктен Алланың қалауымен күнделікті аз-аздан бір парадан қайталап, яғни бір пара дегеніміз ол Құранның бір бөлігі, Құранды 30 бөлікке арнайы бөлінген, соның бір бөлігі 20 беттен тұрады. Соны күнделікті қайталап тарауықта өткізуде ешқандай бір кедергі болған жоқ. Алланың қалауымен жақсы өткіздік деген үміттеміз. Бүгін енді соңғы паралар оқылады ғой, 30-шы пара оқылады. Қай сүреден бастап оқылады? Бүгін қалай аяқталады, сол жөнінде бір көрермендерге түсінікті болсын, айтып кетсеңіз. Алланың қалауымен хатым Құранды біз Фатиха сүресінен бастадық. Кеше 29-шы параны бітірдік, яғни біз Мурсалат сүресінен бітірдік. Бүгін Наба сүресінен бастап Нас сүресіне дейін толығымен оқып шығатын боламыз. Сонымен хатым түгел болып саналады, иншалла. Бүгін Құран хатым біткенмен, алдағы уақытта да Рамазанның соңына дейін жалғаса береді ғой, тарауых намазы. Біз бүгін Алланың қалауымен Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы белгілеген 27-ші түн Қадір түнде белгіледі. Осыған орай бүткіл Қазақстанның мешіттерінде хатым дұғасын осы күнге ниет етіп барлығы Құранды хатым етіп бітіріп жатыр. Алла қаласа тек хатым Құран бітті, яғни тарауых намазы ары қарай жалғасады. 10 сүремен 3 күндей тағы тарауых намаз оқылады. Жақсы, рахмет сізге, көп пікір білдіргеніңізге. Алла тағала қуат берсін дейміз. Көп рахмет. Қымбатты телекөрермен, міне қасиетке толы Қадір түні атты Атырау телеарнасындағы 1 сағатқа жуық бойы тікелей эфирде көрермендерге хабар таратқан болатынбыз. Қадір түні 1000 айдан да қайырлы, Қадір түні бұл тілек дұғалар қабыл болатын түн. Биылғы Рамазан айының 27-ші түнінде Қадір түні болып табылады. Сондықтан да бүгін Қадір түніндегі тілеген дұғаларыңыз, тілектеріңіз қабыл болсын дейміз. Және де осы айда барынша жақсы, қайырымды, қайырлы, қоғамға пайдалы істермен өткізуді Алла тағала баршамызға нәсіп етсін дейміз. Осы қасиетті түннің қарсаңында мынау елімізде болып жатқан табиғи апаттардан Алла тағала сақтасын деп тілек тілейміз. Қымбатты көрермен, Қадір түні кеше мешіттерімізде таңға дейін жалғасатын болады. Ал біз тікелей эфирде бағдарламамызды осы жерден тәмамдайтын боламыз. Қадір түні құтты болсын. Қасиетті Рамазан айында ұстаған оразаларыңызды Алла қабыл етсін дейміз. Келесі Рамазанға дейін аман сау болыңыздар, ел аман, жұрт тыныш болсын.